Бірінші тапсырма. Мында уже қосу амалы бар. Енді қалай біз осындай жағдайда орындаймыз? Қазір мен басқа түс алайын, қалам өйткені мына фиолетовый дұрыс көрінбейді, мне кажется. Балалар, қосу мен көбейту болғанда бірінші амал қайсы орындалу керек? Көбейту. Көбейту. Сондықтан біз мына жерде қосуды орындап кетпейміз ортақ бөлімге келтіріп. Біз мына жерде көбейтуді орындаймыз. Ал 14-тен 9 көбейту 18-ден 7. Қалай көбейтуге болады деген сұрақ туындайды. Әрине көбейткен кезде біз қысқартамыз дедік, иә? 14 пен 7-ні 7-ге қысқартуға болады. 7 бөлу 7 1, 14 бөлу 7 2. 9 бен 18-ді 9-ға қысқартайық. 9 бөлу 9 1, 18 бөлу 9 2. Сонда бізде не қалды? Мынау 6-дан 5-ті ұмытпаймыз, жазамыз солай. 6-дан 5. Қосу. Мынау көбейтуден қандай бөлшек пайда болады, соны жазамыз. Мында бөлімінде қалды 2 көбейту 2. Ол болады 4, иә? Алымында 1 көбейту 1 болады 1. Сонда бұл түрленіп 6-дан 5 қосу 4-тен 1 болып кетті. Енді жай бөлшектерді қосқан кезде біз оларды ортақ бөлімге келтіреміз. 6 мен 4-ті ортақ бөлімге келтірсек, қанша болады ортақ бөлімі? 12. 6-ны 12-ге келтіру үшін 2-ге көбейту керек, 4-ті 3-ге көбейту керек. Сонда ол болады 12-ден 10 қосу 12-ден 3. Бөлімдері бірдей, бөлімі өзгермейді. 12 қалады, 10 қосу 3, 13 болады. Солай ғой? 12-ден 13 деген бізде бұрыс бөлшек. Оны аралас санға айналдырамыз. 13-ті 12-ге бөлсек, бірден аламыз, яғни 1 бүтін. Бөлімі өзгермейді. Қалдығы 1. Иә, 1 бүтін 12-ден 1 болады. Сұрақтарым бар ма? Жоқ. Түсінікті, иә, бірінші мысал. Барлығымыз дәптер, қалам алып жазып отырамыз. Сосын мен сендерге видеоны жіберем әрине. Бірақ ол кезде уж сендер азырақ жазасыңдар. Қалып қойған жерлерді ғана жазасыңдар. А қалған бәрі уж сендерде дәптерде болады. Так, келесі Б тапсырмасы. 8-ден 7-ден азайту керек. 15 пен 4 және 16-дан 5-тің көбейтіндісін. Тағы да бірінші амал қайсы орындалу керек мұнда? Көбейту, әрине дұрыс айтасыңдар. Ал кім осы тапсырманы айтып отырғысы келеді? Бар ма? Мен. Жансая, иә? Жақсы, ал Жансая, баста. 15 пен 5-ті қысқартамыз 5-ке. Дұрыс. Мұнда қанша қалады 5-ке бөлгенде? 1. Төменде бөлімінде? 2. 15-ті 5-ке бөлсек 2 ме? Ой, 3. 3. Жақсы, ары қарай? 4 пен 16-ны қысқартамыз 4-ке. 1. 4. Өте жақсы. Не қалады нәтижесінде? 8-ден 7 қалады. Ой. Сосын болады Азайту. 12-ден 1. Дұрыс. И сосын оны 8-ден 7-ні көбейтеміз 3-ке, ал 12-ден 1-ді көбейтеміз 2-ге. Біз толықтауыш көбейткіштерін анықтап, ортақ бөлімін табамыз. Ортақ бөлім сонда неше болып тұр? 24. Дұрыс. 8-ді 24-ге келтіру үшін 3-ге көбейту керек, 12-ні 24-ге келтіру үшін 2-ге. Сонда бізде шығады 24-тен қанша? 21. Азайту. 24-тен 2. Дұрыс. Ол нешеге тең болады? 24-тен 19. 24-тен 19-ға. Өте жақсы, жарайсың. Келесі мысалды талдайтын оқушы бар ма? Талдайым дейтін? Мен. Наверное. Тағы да Жансая ма? Жоқ. Басқа біреу талдасын. Мен. Амина, иә? Жақсы. Бастай ғой. Қалғандарымыз жазып отырамыз дәптерімізге. Бірінші жақшаны үшін орындаймыз.
Sen болады. Sen болады 7-ден 1. Ортақ жоқ, ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ. Неше болады ортақ бөлім? Ортақ бөлім 12 болады. Мгм. Аны біз 3-ке, мені 2-ке. 4-ке. 4-ке. Ат. 3-ті 4-ке көйту керек қой. Сонда бізде 12-ден 3 қосу болады, Үш жақшаның ішінде қосу. 12-ден 4, иә? 2-ден. Көбейту 14-тен 9-ды ұмытпаймыз. Ары қарай сонда неше болады жақшаның ішін есептегенде? 12-ден 7. Дұрыс айтасың. Көбейту 14-тен 9. 14-тен 9. Енді бізде көбейту амалы ғана. Ал көбейтуде біз не істейміз, балалар? Қысқартамыз міндетті түрде. Бар ма қысқаратындар? Иә, жоқ. 14 7-ге қысқарады. 7-ге қысқарады. 7 бөлу 7 1, 14 бөлу 7 2. Тағы да? 12 мен 9 3-ке. Дұрыс. 9 бөлу 9 3, 12 бөлу 3 4. Нәтижесінде не қалды? 8-ден 5. 8-ден 5. 3. 8-ден 3. 1 көбейту 3 болады. Жақсы. Келесі Г тапсырмасы. Еламан бар ма? Иә. Иә. Еламан бар. Бар. Еламан звугын қос. Еламанға сұрақ, бірінші амал қайсы орындалады? Бір жақшаның ішінде. Дұрыс. Жақшаның ішінде қосу амалы қалай қосамыз? Біріншісі ортақ бөлімдері табамыз. Дұрыс. Ортақ бөлімді табамыз. Ортақ бөлім неше болады? 16 мен 12. 32. Жоқ. Мен сендерге үйреттім, иә? Егер ортақ бөлім табу қиын болса, мына 16 мен 12-ден бөлшек құрастыра саламыз былай. 16-дан 12. Сосын қараймыз, қысқара ма екеуі? 16 мен 12-ні қысқартуға бола ма? Жоқ. Иә, нешеге қысқарады? 4-ке. 4-ке. 12 бөлу 4 3, 16 бөлу 4 4-тен 3. Сіздерге үйреттім. Мында 16-дан 4 қалса, оны 12-сі бар бөлшекке толықтауыш көбейткіш қылып береміз. 12-ден 3 қалды, оны керісінше 16-ға береміз. Сонда, енді ойла, 16-ны 3-ке көбейтсек қанша болады? 48. Онда ортақ бөлім 48 екен. Осылай оңай табуға болады, егер қиналып жатсақ ортақ бөлім табу. Сонда бізде түрленеді екен. 48-ден қанша болады енді? 48-ден 45. Дұрыс. Қосу қанша болады ары қарай? 48-ден 28. Дұрыс. Ұмытпаймыз, осының барлығы жақшаның ішінде, ары қарай жалғасы бар, көбейтілген 25-тен 8-ге. Жақшаның ішін есептейміз, қанша болады? 74. 74 емес, кәне мұқият санайықшы. 73. 73, 48-ден 73, көбейтілген 25-тен 8. Ал енді көбейту амалы ғана қалды. Көбейткенде біз қысқартамыз дедік. Бар ма қысқаратындар? Иә. 48 48 бен 8, 8-ге қысқарады. 8 бөлу 8 1, 48 бөлу 8 6. 73 пен 25 қысқармайды, иә, өйткені 2-ке бөлінбейді, 3-ке бөлінбейді, 5-ке бөлінбейді. Өзара жай сандар. Енді ондай болса біз нәтижесінде бөлімін бөліміне көбейте саламыз. 25-ті көбейтеміз 6-ға. 100 жоқ. 150.
Да, 150. 150 дұрыс. 150. 150-ден 73-ті бірге көбейтеміз. 73. 150-ден 73 болады жауабы. Ол қысқармайды, Иә. солай қалады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Мгм. Жақсы, онда келесі тапсырма. Келесі тапсырма бұл жерде де өрнек мән табу керек. Мен біріншісін өзім көрсетіп жіберейін. Кем болады? Біз аралас санды көріп тұрық, иә? 2,13-тен 11-ді 26-ға көбейту керек. Біз бірақ білеміз, балалар, аралас сандарды көбейтуге болмайды. Аралас санды көбейту үшін оны әуелі бұрыс бөлшекке айналдырып алу керек. Келесі екінші амал тағы да бізде аралас санды 7-ге көбейту керек. Онда мынау аралас санды да біз бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ал сонда мында менде болады. 13-тен 13-ті 2-ге көбейтсем 26, оған 11-ді қосам 37, иә? 13-тен 37 көбейту 26. Қосу мына жерде 7,14-тен 5. Оны да мен бұрыс бөлшекке айналдыру керекпін. 14-тен бөлімі солай қалады. 7 көбейту 14 есептеп алам. 14 көбейту 7 қиын болса астында бағанда есептейік. 28, 2 ойда 7, 2 ойдағымен 9, 98. Оған мынау 5-ті қосамыз. 98-ге 5-ті қоссақ, қанша болады? 103. 103 болады. 14-тен 103 көбейтілген 7. Енді мына жерде бізде не пайда болды? Бөлшекті натурал санға көбейту керек. Ал егер біз натурал санға көбейтетін болсақ, бөліміне 1 деп жазамыз деп үйренгенбіз. Яғни 13-тен 37-ні көбейтеміз 1-ден 26-ға. Өйткені 26-ны 1-ге бөлсек, бәрібір де 26 шығады, мағынасы өзгермейді. Қосу ұмытпаймыз. 14-тен 103-ті көбейтеміз 1-ден 7-ге. Өйткені 7-ні мен 1-ден 7 деп жазамын. Енді қысқартам, өйткені бірінші көбейтулерді орындаймын ғой мен. Бірінші көбейту амалы орындалады. 13 пен 26 13-ке қысқарады. 13 бөлу 13 1, 26 бөлу 13 2. Басқа қысқаратын жоқ мына жерде. Ары қарай 14 пен 7-ні 7-ге қысқартам. 7 бөлу 7 1, 14 бөлу 7 2. Болды, басқа қысқаратын жоқ. Жалғастырамын. Не қалды? Мұнда бөлімінде 1, көбейту 1 қалды. 1-ден 37-ні 2-ге көбейтсем 74. 1-ден 74. Қосу. Мұнда бөлімінде 2 мен 1 қалды. 2 жерде 1-ім 2. Және 103 көбейту 1 ол 103, иә? Енді 1-ден 74 деген ол қандай сан? 1-ден 74 деген ол? Бір. 74 бүтін. Ол бүтін жай ғана 74 бүтін деген сөз. 74-ті 1-ге бөлсек 74. Қосу 2-ден 103-ті аралас санға айналдырайық. 103-ті 2-ге бөлсек неше бүтін шығады бізде? 50. 151. Дұрыс, 51 бүтін, бөлімі өзгермейді, 2, қалдық неше болады? 1. 1. Я, кім түсінбейді? Мысалы, біреу мүмкін қалт түсінбей жатыр. Неге мынау 2-ден 103, 51 бүтін 2-ден 1 болып кетті. 103-ті аламыз да бағандап 2-ге бөлеміз. 5-тен аламыз, 10 болады. Мұнда 3 түсірем, 1-ден алам. 2, мұнда 1 қалдық. Мынау бүтіні 51 бүтін, бөлімі өзгермейді, 2 қалады, 1 қалдық, ол алымына жазылады. Онда маған 74 бүтінге енді 51 бүтін 2-ден 1-ді қосу керек. Қосқанда бұндай жағдай оңай қосыла салады. Бүтінге бүтінді қосам. 74 бүтінге 51 бүтінді қосамын. 125 бүтін шығады. 125 бүтін. Ал мынау 2-ден 1-ді қасына тіркеп жазып болды. Сонда 125 бүтін 2-ден 1 жауабы. Шығарған өрнек бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Жоқ. Жақсы, егер түсінікті болса келесін шығарайық. Айтып отырам дейтіндер бар ма? Өзім таңдайын ба? Кім бізде отыр? Мадина бар, е, сабақта. Ал, Мадина. Қалай көбейтеміз?
Бесті көбейтеміз 9-ға. Мхм. Дұрыс Болады бөлшектен алдырамыз, иә? 9-дан қанша болады? 53. 9-дан 53, дұрыс айтасың. Көбейту қанша? 6. Мхм. Балалар, мана мен айттым, иә? Натурал сан болғанда астына неше деп жазуға болады дедім? 1. Онда сразу 1-ден 6 деп жаза салайық, иә? Қайта жазбаш үшін. Ол 1-ден, әжден 1-ден 6 деп жазайық. Қосу. 5-тен Мхм. 63. Дұрыс. 5-тен 63. Көбейтеміз нешеге? 1-тен 15. Дұрыс. Енді бірінші амалдар бізде көбейту амалдары орындалу керек. Ал мына екі бөлшекті қалай көбейтеміз? 9-дан 53 көбейту 1-ден 6. Біз қысқартамыз. Нешеге? 1-ті 9 бен 6 қысқара ма? Иә. Нешеге? 18-ге. Ойбай, 18-ге қалай қысқартамыз? Қысқартқанда біз одан кішкентай сан болады, немесе өзіне тең одан үлкен сан болуы мүмкін емес. 3-ке, екеуі де 3-ке бөлінеді, иә? 6 бөлу 3. 2. 2, 9 бөлу 3. 3. 3, аха. Жақсы. Мына жақта бар ма қысқаратын? Енді 1-ге ешқашан қысқартпаймыз. Сонда 5 пен 15 қана қалып тұр ғой. Неше қысқарады екеуі? 5-ке. 5-ке, 5-ке. Екеуі де 5-ке бөлінеді. 5 бөлу 5. 1, 15 бөлу 5. 3. Жақсы. Енді нәтижесінде не қалды, соны жазамыз. Мынау екеуін көбейткенде алғашқы екеуін қанша шығады? 3 көбейту 1, 3, иә? 53 көбейту 2. 106. 106, дұрыс айтасыңдар, 106. Қосу, ұмытпаймыз, қанша? Қосу 1-ден, иә, үлкен 1 көбейту 1 ғана қалды. 189, иә? Біз Мадинадан сұрап аттық қой, Мадина жауап беру. 1-ден 189. Жақсы. Еламан, жазбаймыз экранға. Так, 3-тен 106, оны біз бұрыс бөлшек екенін көріп тұрмыз. Аралас санға айналдырамыз. 106-ны 3-ке бөліп аламыз. Мен мына жерде бөле берейін. 106-ны бөлемін 3-ке. 3-тен аламын. 9 болады. 10 азайту 9, 1 қалады. 6-ны түсірем. 5-тен алам, иә? 3 жерде 5-ім 15. 1 қалдық. Солай ма? Мына жерде жазылмай жатыр. 1 қалдық. Мына жерге жазылайын, 1 қалдық. Жазылмай жатыр менде. Сонда мынау менде бүтіні. Демек, бұл болады менде. Мына жерге жазайыншы. 35 бүтін 3-тен бөлім өзгермейді. Қалдық 1 қалды, алымына жазылады. Қосу. Мына 1-ден 189-ды қалай жазамыз? 189. Иә, жай ғана 189 дей саламыз. Тең болады. Бүтінге бүтінді қоса саламыз. Болды, 189-ға 35-ті қосу керек. Қосам. Ал міне 189-ға 35-ті қосайын. 14 бір ойда, 11, 12 бір ойда, 224, иә? 224 бүтін. Амна бөлшегін 3-тен 1-ді. Қасына тіркеп жаза саламыз. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма осы жерде маған қоятын? Жоқ. Ары қарай кеттік онда. Бес бүтін 3-тен 2 қосу 7. Осын барлығын 9-ға көбейту керек. Азайтамыз одан. 3,8-ден 5 пен 2,12-ден 7-nin айырымын, оны бәрін 10-ға көбейту керек. Оны қалай есептейміз? Бірінші мынау болу керек, амал. Сосын мынау,
екінші, мынау үшінші, мынау төртінші. Онда мен мынау жақшаны бірінші есептеймін. 5,3-тен 2-ге 7,5-ді қосамыз. Қанша болады? 12,3-2. Иә, 12,3-тен 2 бүтінге бүтінді қоса саламыз. Болды. Көбейту 9, солай жазам. Азайту. Енді екінші амал мынаны есептеу керек. 3,8-ден 5 азайту 2,12-ден 7. Ортақ бөлім тауып алу керек азайтқанда. 8 бен 12-ні ортақ 24 дұрыс айтасыңдар. Мынаған 3 береміз, мынаған 2 береміз онда. Так, жақшаның ішін түрлендірейін. 3,24-тен қанша болады? 24-тен 15. 15 дұрыс. Азайту 2,24-тен 14. Көбейтілген 10. Енді мына жерде 12,3-тен 2-ні 9-ға көбейту керек. Солай ғой? Аралассандарды біз бірақ көбейте алмаймыз. Оны бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3-тен 12 жерде 3-ім 36, 36-ға 2-ні қосамыз. 38. Көбейту. Мынау 9-ды 1-ден 9 деп жазамыз. Азайтамыз одан. Мынау жақшаның ішін есептеген жоқпын ғой мана. Жай дұрыстап қойдым, бірақ әлі шешімін таппадым. Бөлімдері бірдей, онда бүтіндерін азайта салам. 3 бүтін азайту 2 бүтін 1 бүтін. Бөлімі өзгермейді. 15-тен 14-ті азайтам 1 қалады. Көбейту 10 бар. Енді мына жерде біз көбейтуді бірінші орындап алу керекпіз. 3-тен 38 көбейту 1-ден 9. Ал көбейтуде біз қысқартамыз, иә? Бар ма қысқаратындар? 3 пен 9 3-ке қысқарады. 3 бөлу 3 1, 9 бөлу 3 3. Сонда менде қалды. Тең болады, мына жерге жазайын. Бөлімінде 1 көбейту 1 ол 1 болады. 38-ді 3-ке көбейтемін. 24 2 ойда, 9 2 ойдағымен 11. 1-ден 114. Солай ғой? Иә. Азайту. Мына жерде көбейтіп алу керекпін мен. Тағы да менде аралассан тұр. Аралассандарды біз көбейте алмаймыз. Бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 24-тен 1 көбейту 24, 24, оған 1-ді қосамыз, 25. Көбейту 10-ды қалай жазамыз дедік? 1-ден 10. 1-ден 10, дұрыс. Енді көбейтуде біз міндетті түрде қысқартамыз, қысқаратындар болса. 10 мен 24 екеуі де қысқарады. Қандай санға бөлуге болады екеуін? 2-ге дұрыс. 10 бөлу 2 5, 24 бөлу 2 12. Сонда қалады екен. 1-ден 114 деген ол нешеге тең сан? 114. 114-ке. Өйткені ол 114 бөлу 1 дегенді білдіреді. Ол 114. Азайту. Мұнда қалды. Бөлімінде 12 көбейту 1 ол 12-ге тең. Алымында 25 көбейту 5. Ол болады 125. Солай ма? Тең болады. 114 сола қалады. Оны еш нәрсе істемейміз. Азайту. Мынаны бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ой, аралассанға айналдырамыз. 125-ті 12-ге бөлсек, нешеден аламыз, қанша бүтін шығады? Санайық ал. 125-ті бөлеміз. 12-ге 1-ден алам. Неше бүтін? 1 бүтін. 1 бүтін емес па енді? 1 бүтін емес. Мына жерде 5, енді 5-ті 1-ден алсам көп болып кетеді. 12 көбейту 1, 5-тен асып кетеді. 0-ден аламыз ғой. 12 көбейту 0, 0. Мұнда 5 қалдық сонда. Неше бүтін шықты? 10 бүтін. 10 бүтін. Бөлімі өзгермейді ешқашан. Ал алымына қалдық жазылады. Енді бүтін саннан аралас санды азайтамыз. Натурал саннан аралас санды қалай азайтады? Бұл жерде манағы мысалдарда сияқты бүтіннен бүтінді азайтып, мынаның қасына тіркеп жаза алмаймыз. Амина бір нәрсе айтқың келді, иә? Не айтқың келді? Дұрыс айтып Апай, мен айта ғой. анау 114-тен 1-ді алып аламыз, сосын Дұрыс айтасың. 12-ден 12 анау қасына жазамыз.
Өте жақсы. Ондай жағдайда біз 114-тен 1 бүтін сұрап аламыз, ода 113 бүтін қалады. Сұрап алған бірімді, бір бүтін сұрап алдық қой, оны 12-ден 12 деп жазамыз. Себебі 12 бөлу 12 1. А неге 12-ден 12? Өйткені мына бөлшектің бөлімінде 12 тұр міне. Азайтамыз 10 бүтін 12-ден 5-ті. Ондай жағдай болса, біз оңай есептей аламыз. Бүтіннен бүтінді азайтамыз. 113 бүтіннен 10 бүтінді азайтсақ, 103 бүтін қалады. Бөлімдері бірдей қалады онда. Ал 12-ден 5-ті азайтамыз, 7 болады. 12-ден Дұрыс. Сұрақ? Жоқ. Арғыл сыныпты. Үлгеріп жатырық па жазып? Иә. Жақсы, келесі онда. Үлгереміз ба? Бізде зумда 10 минут қалды деп жатыр бізге. Үлгеруге тырысайық, иә? 9 бүтін 15-тен 2. Бірінші жақшаларды орындаймыз ғой, иә? Жақшаларды ортақ бөлімге келтіреміз. 15 пен 25 ортақ бөлімі. Өткендегі қалай үйреттім? 25-тен 15 деп жазып аламыз. Екеуі қандай санға қысқарады? 5-ке. 5-ке. 15 бөлу 5, 3, 25 бөлу 3, 5. 15-тен 3 қалса, оны керісінше мында апарып жазамыз. 25-тің жағына. 25-тен 5 қалса, оны керісінше 15-тің жағына барып жазамыз. Сонда ортақ бөлім неше болады екен? Ортақ бөлім 5. 15-ті 5-ке көбейтіп алыңдар енді. 75 емес пе? Ой. Сонда болады 9 бүтін 75-тен 5 жерде 2 10. Азайту 6 бүтін, мында да 3-ке көбейттік 25-ті 75. 3-ті 3-ке көбейтеміз 9. Көбейту 20. Әзірге солай қалдырайық. Қосу. Мында тағы да ортақ бөлімге келтіреміз. 14 пен 21. Егер қиналып жатсақ, тағы да 21-ден 14 деп жазып аламыз. Екеуі де қандай санға қысқарады? 14-тен нешеге бөлуге болады? 7-ге. 7-ге, дұрыс. 14 бөлу 7, 2, 21 бөлу 7, 21-ден 3 қалды, оны керісінше 14-тің жағына жазамыз. 14-тен 2 қалды, оны 21-дің жағына жазамыз. Сонда ортақ бөлім неше болып тұр? 42, дұрыс. 29 бүтін 42-ден 15, азайту 27 бүтін 42-ден 20, көбейтілген 35. Ден болады. Жақшан үшін есептеймін, бөлімдері бірдей, бүтіндерін азайтып тастаймын. 3 бүтін 75 солай қалады. 10-нан 9-ды азайтамыз 1. Көбейтілген 20 солай қалады. Қосу, мына жақшан үшін бұны есептей алмай қаламыз. 15-тен 20 азайтылмай қалады, иә? Не істейміз ондай жағдайда? Қарызға Мынаны сұрап аламыз, иә? 1 бүтін. Неше бүтін қалады сонда? 28 бүтін. 28 бүтін, дұрыс айтасыңдар. 42-ден 57. дұрыс. Азайтылған 27 бүтін 42-ден 20. Мынау жақшаның ішінде екенін ұмытпаймыз. Көбейтілген 35-ке. Тең болады. Аралас сандарды көбейтуге болмайды. Бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 75-тен 75-ті 3-ке көбейтіп аламын. Мына жақ черновик деп есептей беріңдер. 15, бір ойда, 21, 22. 225 және оған 1-ді қосам. 226. Дұрыс. Көбейту 1-ден 20 деп жазамыз мынаны. Қосу есептейміз. 28 бүтіннен 27 бүтін азайтамыз. 1 бүтін 42-ден 57-ден 20 азайтамыз. 37.
көбейту 35 тең. Енді мына жерде көбейту тұр бізде. Көбейткенде біз қысқартамыз. 75 пен 20-ны екеуінде қандай санға қысқартуға болады? Беске. 5-ке дұрыс. 20-ны Төртке 5-ке бөлеміз 4. 75 4-ке бөлінбейді. 5-ке бөлеміз. 20 бөлу 5 4. 75-ті 5-ке бөлеміз. 25, е? 15. 15. 75-ті біз 5-ке бөлсек, бізде 15 шығады. Солай ма? Иә. Да, қысқаратындар бар ма? 15 бізде 5-ке бөлінеді, 226 бөлінбейді. 15 бізде 3-ке бөлінеді, 226 3-ке бөлінбейді. Сонда бізде қалды. Бөлімінде 15 көбейту 1 ол 15, алымында 226 көбейту 4. 226-ны көбейтеміз 4-ке. 24 2 ойда, 8 2 ойдағымен 10, 1 ойда, 8 1 ойдағымен 9, 904. 15-тен 904. Қосу, аралас санды бұрыс бөлшекке алдырамыз. 42-ден 1 көбейту 42, 42, оған 37-ні қосамыз. Қанша? 79. 79 дұрыс. Көбейтілген 35-ті 1-ден 35 деп жазамыз. Мына жерде көбейту тұрғасын біз қысқарту керекпіз енді. 42 мен 35 қандай санға қысқарады? 7-ге. 7-ге дұрыс. Мұнда 6 қалады, мұнда 5 қалады. Сонда нәтижесінде 15-тен 904. 904-ті 15-ке бөлейік енді. Аралас санға айналдырамыз. 6-дан алам. 90 ба? Мұнда 0 қалды, 4 түсірем. 4 енді 15-тен кішкентай, сондықтан 0-ден аламыз. 15 көбейту 0, 0. Сонда 4 қалдық. Демек 60 бүтін 15-тен 4. Қосу мұнда қалды. 6 қалды мана, я. 6-дан 79-ді көбейтеміз 5-ке. 45 4 ойда, 35 4 ойдағымен 39. 395. Тең болады. 60 бүтін 15-тен 4. Қосу 395-ті бөлеміз 6-ға. Өткен аралас санға айналдырамыз. 6-дан алам. 36, 3, 5. 6-дан алсам көп. 5-тен алам. 30. 5 қалдық, я? Сонда неше бүтін шықты? 65. 65. 60 6-дан неше? 6-да 6-дан 5. Дұрыс. Енді осыны өздерін аяқтайсыңдар. Мына соңғы өрнекті өздерін аяқтайсыңдар. Или үлгереміз бе? 3 минуттай уақыт бар, үлгереді екенбіз. Ортақ бөлім 15 пен 6-ныкі неше? 30. 30 дұрыс. Мынаған 2 береміз, мынаған 5 береміз. Сонда 60 бүтін 30-дан 8, қосу 65 бүтін 30-дан неше? 25. 30-дан 5. Бүтіндерін қосамыз, 60 бүтін қосу 65 бүтін. 60 бүтін қосу 60. 125. Дұрыс айтасыңдар. 125 бүтін. 30-дан 33. 30-дан 33. 30-дан 33. 30 бен 33 қысқарады ғой. Иә. Нешеге? 3-ге. 3-ке 11, 3-ке. мұнда 10. Басқа тұсалайын, ананың үстіне жазайын. Баттастырып. Сонда қалады 125 бүтін 10-нан 11. Бірақ 10-нан 11 ол бұрыс бөлшек. 10-нан 11-ді, міне, аралас санға айналдырсың. Айта бер. 126 бүтін 10-нан 1. Дұрыс айтасың, Еламан. 126 бүтін 10-нан 1 болады. Себебі 10-нан 11 деген ол 1 бүтін 10-нан 1. Мына 125-ке қосылады да 126 бүтін 10-нан 1 болады. Түсіндік па? Иә. Маған қоятын сұрақтарың бар ма, балалар? Жоқ.
Кімде сұрақ бар? Жоқ, иә, сұрақ. Онда мен сендерге осы сабақтың записін қазір жіберемін, бәрібір кім үлгермей қалды, вдруг біреу үлгермей қалды. Онда жазасыңдар, сосын барлықтарын маған не жазыңдар, соны фотоға түсіріп жібересіңдер. Түсінікті ма? Оны сағат 3-ке дейін істеуге болады. Өйткені сендер ары қаратай басқа сабақ қой. Алаңдамай басқа сабақтарына қатыса беріңдер. Сағат 3-ке дейін жіберсеңдер болды. Түсіндік па? Жақсы. Иә.